Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздерге қоғамшыл подкастының келесі эпизодын ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта Арт көше тәуелсіз театрының жетекшісі, драматург Әнназ Бағдат. Әнназ мырза, қайырлы күн. Сізбен бүгін жалпы қоғам менен театрдың байланысы жайында әңгіме құрсақ. Сізге қоятын бірінші сұрағым, мынау Арт көше бұл қандай жоба, миссиясы қандай? Жалпы миссия деген өте бір ауқымды ұғым. Мен театрдың миссиясы нақты мынау деп кесіп айтқаннан кішкене баста ақырынан айтып көрейін, тікелей емес. Менің түсінігімде өнер немесе бір өнердегі бағыттарды, құндылықтарды бір топ болып ақылдасып жасамайды. Ол жеке бір шығармашылық адамдардың өмір тәжірибесінен деп айтсақ та болады. Немесе шығармашылықтың ішінде жүргендегі әлде бір ізденістеріне байланысты. Театрдың тұрғысынан айтсақ, театр енді ұжымдық жұмыс болғаннан кейін, өнер болғаннан кейін, сол идеяның айналасында шығармашылық адамдар жинала бастайды, топтаса бастайды. Сосын әуелден басталған бір шағым ба, әлде концептуалды ма идея, мұраттас, идеалас топтардың шығармашылық процесі барысында дамып, ұлғаяды, үлкейеді, немесе тоқырап жоғалуы мүмкін. Арт көшеде сондай, ол менің жеке өмір тәжірибеме, қоғамда болып жатқан құбылыстарға, жалпы шығармашылыққа, соның ішінде театрға деген жеке бір қарым-қатынасымның нәтижесі деуге болады. Театр 2022 жылы құрылды. Жылдың басында ресми тіркеліп, басталып, 2022 3 маусымда бірінші спектаклімен театр ресми ашылды. Оған дейін жалпы 10 жылға жуық мен театр саласында жүрдім. Әртүрлі республикалық театрларда спектакльдер жасадым драматург ретінде. Сол кезде қорыққаным бар, қарағаным бар. Театрдан бөлек адам бір қоғамның бір бөлшегі болғаннан кейін, осы қоғамның процесінде өмір сүріп жатқаннан кейін ол міндетті түрде әсер етеді. Маған да сондай бір саяси, әлеуметтік, қоғамдық құбылыстар әсер етті театрдың ішкі эстетикасынан бөлек. Сондықтан осы театрды құруға, яғни өзің бір айтқың келген ойды, театр саласындағы ізденістерді бір тәуелсіз театрдың айналасында жасап көруге шештім. Солай осы Арт көше пайда болды. Арт көшенің енді жалпы концепциясы оның атына байланысты. Арт көше бер жағынан айтсақ, екі түрлі мағынаны береді. Адамдардың бірден ассоциация жасайтыны арт өнер сөзі, яғни бір көшедегі өнер сияқты. Адамдар қабылдайды бірден. Шын мәнінде негізгі театрды концепт жасағанда мен акцент бергім келгені артқы көше, яғни біздің назарымыздан тыс қалған кеңістік туралы. Оның өзін екі жақты қарастырсақ болады. Бірі қоғамда, біздің назарымыздан тыс қалған тақырыптар десек, мәселелер десек, екіншісі Қазақстан тұрғысынан алған кезде, локалды айтқанда және кеңірек айтсақ, постсоветтік кеңістік тұрғысынан айтсақ, театр эстетикасындағы біздің назарымыздан тыс қалып отқан кеңістік. Яғни бұл тұрғыдан театр эксперименттерге баратын театр деп айтсақ болады. Жалпы Қазақстан театр процесінде бір ізденістерге бару, жалпы қазақстандық көрермендер үйренген театрдың басқа альтернативаны көрсету негізгі миссиясы. Шығармашылық ізденіс нәтижесі дедіңіз. Неліктен бұл шығармашылық ізденіс тәуелсіз театрға алып келді? Неліктен мемлекеттік болмаса академиялық театрлардың шеңберінде жалпы өзіңіздің жолыңызды, айтқыңыз келген нәрсені айтуға мүмкін болмады ма, әлде? Шығармашылық ізденіс деген өте қызық нәрсе негізі. Мысалы академиялық театрды айтсақ, бізде Қазақстанда қандай негізгі мемлекет театрлар, ол мемлекеттен қаржыландырады, және ол жақта ашық және бізге белгісіз келісімдер бар. Мемлекеттің пропагандасын, идеологиясын жүргізеді. Тіпті біз көп қарайтынымыз мемлекет театрларда белгілі бір даталарға, тақырыптарға көбінесе спектакльдер қойылады. Кейде пікір білдірушілер тәуелсіз театрлар тұрғысынан айтқан кезде мемлекеттік театрларды түгелдей сол жаққа салып қояды. Бірақ мен одан аулақпын. Мемлекет театрларының ішінде де белгілі деңгейде, белгілі шеңберде ізденістер бар. Оларда сол бір ресми тапсырыстан, болмаса пропаганданың құралы ретіндегі театрдан шығып, әлде бір дүниелерді жасайды белгілі деңгейде, және одан да мүмкін үлкейтіп жасағысы келетін шығар. Бірақ бәрімізге түсінікті ол сондай тұрғысы бар. Енді мен мемлекет театрларда жұмыс істеген адам ретінде. Одан бөлек, мемлекеттен бөлек бұл театрдың эстетика, театрға деген таным түсініктің мәселесі бар. Ол жерде қалыптасқан, орныққан бір театрдың эстетикасынан, ұғымынан, болмысынан бір басқаша нәрсені жасау өте көп күшті қажет етеді. Адамдардың ұғымында ол театр, сол театрдың ішінен әлде бір нәрсені жасау, оған қатты назар аудартпайды. Академиялық түсініктердің, болмаса мемлекет театрға деген таным түсініктердің әсерінің көлеңкесінде қала береді. Сондықтан да менің өз түсінігімде бөлек тәуелсіз бір алаңда альтернатива жасау әлдеқайда өнімді және бір тәуелсіз еркіндікті береді деп
түсінемін. Яғни қалыптасып қалған театр кеңістігін өзгерткеннен гөрі жаңа театрды басынан бастап құрып шығу әлдеқайда оңайырақ. Оңай емес әрине, бірақ белгілі бір тұстарын айтсақ, артықшылығы бар. Қазақта он бар ғой, үй ішінен үй тігу деген. Үй ішінен үй тігу қашанда оңай болмайды. Ол саясатта да, өнерде де, жеке өмірде де. Сондықтан жеке бір шығып кеңістікте жасау әлдеқайда өнімдірек болуы мүмкін. Иә, өзінің көптеген қиындықтарына қарамастан. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, өзім айтқым келген нәрсені театр арқылы айтқым келді деп. Сіздердің қойылымдар көтеретін тақырыптардан бір көрініс табатын сияқты. Мысалы үшін жаңағы сөз бостандығы, адам бостандығы, адам құқықтары, әйел теңдігі, суицид мәселесі, яғни қоғамдағы әлеуметтік саяси мәселелер күн тәртібінде кеңінен бар, бірақ та жаңа айтқанымыздай мемлекеттік театрлардың қойылымдарынан көрініс таппайтын тақырыптар сіздердің театрда негізгі жаңағы тақырып деуге болады. Неліктен дәл осы тақырыптар? Яғни бұл да сіздің жеке ізденісіңіз ба, жоқ әлде бағана айтқандай арко көшенің концепциясына сәйкес көлеңкелі мәселелерді жарыққа шығару тұрғысынан ба? Кішкене шегініс жасайын, жаңа басында айттым ғой, жеке тәжірибеге байланысты. Жалпы театрда емес, жалпы өнердің тарихында қарасаңыз, жеке адамдардың тәжірибесіне болмаса бір философиялық көзқарасынан бастап, бір бетбұрыстар болмаса, жаңалықтар деп айтқым келмейді, бірақ ізденістер пайда болады. Сосын барып оған жинала бастайды мұраттас идеялас адамда. Бұрын менде басқа концепция болды жеке театр ашуға, тәуелсіз театр ашуға. Дегенмен сол кезеңдегі менің өмір және шығармашылық философияма қатысты болды. Ол концепті қойып осы артқы көшені жасауға шешім қабылдадым. Оған 2010 жылдар дейміз бе, бір 10 қанша жыл бұрын менде жалпы шығармашылыққа деген философиялық көзқарас қалай болды. Саясат қоғам өз алдына, шығармашылық өзімен, яғни бір экстенсия сияқты эстетикалық ізденістер, сол жақта ойлайтын едік, өнердің экстенсиялық ретінде қозғайтын тақырыбы белгілі бір саяси әлеуметтік кезеңдерде мәселелерден жоғары, ол мәңгілік тақырыптар деген сияқты түсінік болды. Сол уақытта да қоғамда болып жатқан үрдістерге мүмкіндігінше бейтарап қарауға тырысатын едік. Ол өз алдынан болып жатыр. Бірақ осы қоғамның бір бөлшегі ретінде қоғамдық жауапкершіліктен қаша алмайтынымды мен түсіндім. Мысалы, Жаңаөзен оқиғасы болған кезде менде осындай көзқарас болды. Иә, ол өзімнен болып жатыр, ол мен шешетін мәселе емес, мен қоғамға беретінім бәрібір де өнер арқылы деген ой болды. Мүмкіндігінше бейтарап қалуға тырыстым, бірақ уақыт өте келе оның салдары менің ішімде бір травма болып қалғанын түсіндім. Қарасаңыз, сіздің көз алдыңызда әділетсіздік болып жатыр және адам өліп жатыр. Сіз оны аттап өтіп, әлде бір эстетика туралы, экстенсия туралы айтудың өзі адамгершіліктің алдында, болмаса бір ардың алдында, өнердің өзінің айтатын құндылығының алдында бір ерсі нәрсе сияқты. Қанша мен соған көз жұмайын десем де, сол бір травма сияқты тіпті депрессияға тарта бастады. Сондықтан да осы шығармашылыққа деген философиялық көзқарасты, концепті қайта қарастыруға тура келді. Сондықтан сол кезеңде мен 1 жыл 2 жыл көлемінде үзіліс жасадым. Саналы түрде емес, ол бір сондай психологиялық кезең деп айтсақ болады. Сондықтан алғашқы кездегі бір тәуелсіз театр ашам деген концепті былай сырып қойып, қайта қарастырып, осы көзқарастан пайда болды. Сондықтан да жеке тәжірибе деп айтып отырғаным сол, өнердің әлде қалдай ізденістері сіздің уақытпен, кеңістікпен конфликтіңізден пайда болады. Кез келген адамда конфликт болуы мүмкін, бірақ оны қалай салмақтайып, қандай шешім шығарады, қандай бағытқа жүрек, ол да маңызды. Сондықтан осы арт көшенің жаңа сіз айтып отқан тақырыптарға баратыны да сондықтан. Кейде көрермендер арасында таныс және таныс емес адамдардың да пікірлерін мен естимін. Арт көше кілең сондай әлеуметтік тақырыптарды ғана көтеретін театр болып кетті. Өнер қайда деген. Менің түсінігімде екі қырынан жауап берейін. Біріншіден, бір театр барлық жүкті алып жүре алмайды. Кез келген бір өнер шығармашылық ортаның, кеңістіктің өзінің бағыттары болады. Біз соған үйренбеген сияқтымыз, себебі көрерменге жалпы театрлар мемлекетке қарайтындықтан ондай таңдауды, альтернативаларды бермеген. Біз көрермен ретінде, тіпті театрның саласындағы адамдар ретінде оған үйренбедік. Бір театрда бәрі болатын сияқты. Және екінші қырынан айтсам, біз ол тақырыптарды тікелей бір плакатты түрде айтпаймыз. Егер өзіңіз көрген болсаңыз, әр спектакльдердің өзінің бір эстетикалық ізденістері бар. Формалы жағынан, шығармашылық тұрғысынан сол тақырыпты қозғауға емес, сол тақырыпты ала отырып, қандай біз театрдың эстетикалық ізденістерін жасаймыз. Суретшіменен қоғамда болып жатқан оқиғалардың байланысы жайында бізде айтылатын бір пікір бар. Өнер адамы ол әлеуметтік саяси мәселелерден жоғары тұру керек. Оның айналысатын мәңгілік тақырыптары бар.
сәйкесінше ол тек қана сол өнерге ғана қызмет ету керек та, қоғамдағы проблемалар жайында пікір білдіруі, бір азаматтық позициясын айтуы, ол бір ерсі секілді бар, иә. Тауық сойса да қасапшы сойсын деп, әр істің өзінің маманы бар. Саясатпен тек қана саясаткерлер ғана айналысу керек деген бір манипуляциялық нәрсе меніңше. Келсем, жалпы ДР болмаса осындай посткеңестік елдерде, әсіресе постсоветтік елдерде осындай нарративтерді өте қатты таратады. Өнер туралы стереотиптерді туғызады. Шығармашылық өнер өте үлкен күш, әсіресе адам құқығы, тәуелсіздік, демократия тұрғысынан. Соны осы саяси әлеуметтік процестерден былай шеттетуге тікелей каналдар арқылы да емес, осындай бір нарративтер арқылы да жасайтын сияқты. Сен өнер адамысың, сен саясатта қатысың жоқ, сен өнеріңді жасап жүре бер. Мемлекет жағдайын жасап жатыр. Мемлекет жағдайын жасап жатыр. Бірақ сол нарративті айта тұрып, сайлау болғанда, әлде бір науқан болған кезде сол өнер адамдарын алып шығады. Өнер адамдары кейбір подкасттарды, сұхбаттарды мен қарағанда, театрдың айналасында, киноның айналасында, канның айналасында жүрген тұлғалар сұрақ қойса, саясатқа қатысты, ой, мен саясатты түсінбеймін, мен өнердің адамын дейді. Бірақ тура сол түсінбейтін адам науқандарда алаулатып, жалаулатып алдыда жүреді. Маған сұрақ негізі, олар мүлде түсінбейді өзінің саясатқа араласып жатқан науқандатып, не болмаса ол да бір екі тарапқа ойнау. Мына жаққа келгенде, жауапкершілікке келгенде дым білмейтін болып қалады, саясаттан хабары жоқ, таза өнер үшін жүрген. Ана жаққа келген кезде басқаша. Қайрат Нұртастың АЭС бойынша референдумның алдында жарнама жасап, АЭСке жаңа референдумға қолдап дауыс беріңдер деп өте қызық қой. Мысалы, Қайрат Нұртас қайда, атом электростанциясы қайда? Сондықтан ол да саясат екенін не түсінбейді, не болмаса түсіне тұрып көз жұмып жасап жатыр. Театр жалпы институт ретінде қалыптасу тікелей кеңес одағымен байланысты ғой. Және де кеңес одағында жалпы өнердің, театрдың негізгі функциясы ол мәдени, саяси үгіт-насихат болатын. Мемлекеттің бір қолындағы құрал ретінде пайдаланылды. Және де осы нәрсе қазіргі театрдың, Қазақстанның театрының, кеңестік театрдың бір мұрагер ретінде сақталып қалуы да ықпал ете ме? Мемлекеттік театрларда осы өзекті мәселелердің көтерілмеуі қаншалықты осы кеңес одағы мұрасымен байланысты? Мұра ретінде тек театрға емес, өте көп саланы. Ғылым саласы болсын, әлеуметтік ғылымдары болсын, өнердің кез келген саласы болсын, сол мұрагерліктің әсері бар тікелей. Билет, мысалға, мемлекет тарабынан сол нарративті сақтауға тырысады максималды. Ол оған тиімді, керек кезінде қолданады және контролға алады. Екіншіден, түсінік өзгермегеннен кейін біз өнердің өлшемін, әлде бір жаңалықтарды әлі күнге дейін Мәскеуде не болып жатыр, Мәскеуге фестивалға барса дүниені бағындырған сияқты, қазақ театрының үлкен деңгей сияқты, не болмаса Мәскеудегі жаңалықтар деп. Мысалға қарасаңыз, Мәскеудің өзінде өте қатты цензура бар. Шын мәніндегі тәуелсіз, басқа саланы айтпай, тәуелсіз театрды жасап жүрген тұлғалар қазір Ресейде қалған жоқ. Соғыстан кейін әсіресе қуғындалды, түрмеде отыр, Ресейдің аумағынан кетті. Ресейдің Петербург болсын, Мәскеуде болсын, театрдың өзінің әлемдік театрда үлкен орны бар. Ізденіс ретінде мен де кесіп айтқым келмейді, советтік кезде театр тек қана идеология құралы болды деп. Ол жақта да үлкен тұлғалар болды, өзінің ізденістерін жасаған. Орталық Азияда біз Илхон театрды айтсақ болады, 76 жыл құрылған. Таза енді жылмық кезеңге тура келер, дегенмен де нағыз бір тоталитарлы жүйеде тәуелсіз театрды жасай алды олар. Әрине ашық қарсылық протест ретінде болған жоқ, бірақ өзінің театрдың тілімен альтернативаны жасаған. Мен түсінігімде тіпті Станиславскийдің өзін совет үкіметі өзінің таным түсініктеріне ыңғайлап бейімдеді. Тіпті оның түпкі несін, көзқарасын қарасаңыз, оның тіпті позициялары Ресейден совет үкіметі келгенде кетіп қалды, білесіз. Мәскеуді орталық ретінде тек саяси орталық емес, бір өнердің өлшемі, мәдени гегемония ретінде қарау әлі салыстырмалы түрде үлкен. Одан арылған жоқ. Содан арылудың жолы дискурс жасау үнемі. Тіпті тек қана театрдың саласында емес, саяси әлеуметтік дискурстарды жасау, отарлау кезіндегі бүкіл отарлаудың әр аспектілеріне үнемі дискурс жасау, ол концептуалды болу керек. Театрдың өзін ғана жасай алмайсыз. Және екінші жолы альтернатива көрсету. Көрерменге болсын, театрдың айналасындағы болсын, біз көрерменді қоя тұрып, театрдың адамдарын айтсақ, кейде осы біздің театрға бізде енді тұрақты штатты адамдар болмайды. Шығармашылығының әр спектакльді бір жоба ретінде қарастырамыз да, кастингпен болмаса шақыру арқылы мемлекет театрда істейтін актерлар келеді, шығармашылық адамдар театрдың. Олардың өзіне біздегі ізденістер, әлде бір көзқарастар таныс, мысалға. Яғни көрдіңіз ба, өнердің университетін, академияны бітіреді, театрда бірнеше жыл жұмыс істейді, бірақ ондай альтернативаларды білмейді. Сондықтан да басында сіздің айтқандай бәрін тұтас сол нарративті таратып ұстап тұру деген ол билікке тиімді нәрсе деп ойлаймын. Дегенмен енді өнер деген ол бір шеңберде ұстап тұру өте қиын ғой, қанша жерден бізде мемлекет
авторитарлы болсын, саяси жүйе қанша жерден өнерді сол бұрынғыша бір идеологиялық мақсатты пайдаланғысы келсін, бірақ дегенмен де тәуелсіз театрлардың саны жылдан жылға артып келе жатыр. Қазақ тілді театрлар. Бұл немен байланысты деп ойлайсыз? Және бұған қандай баға бересіз? Бұл театрлардың бағыты жайында, олардың ізденісі жайында, қандай да бір жаңашылдығы жайында? Бұл үрдіс тәуелсіз театрларда емес, негізі соңғы бір 4-5 жылда театрда бір ерекше қозғалыс бар. Өте кеш болса да. Мысалы бейнелеу өнерінде 90 жылдардан бұрын қозғалыс болған. Бұл музыканы білесіз, соңғы бір 10 жылда өте қатты дамыды. Тәуелсіз музыканттар пайда болды. Меніңше ең кеш келе жатқан сол әдебиет пен театр сияқты. Дегенмен де соңғы жылдары театрда қозғалыс бар. Ол тәуелсіз театрларға емес, мемлекет театрларда қозғалыс бар, ізденістер бар. Жекелеген мемлекеттік планмен жасалатын спектакльдерден бөлек театрда осындай не бар. Өзіндік жұмыс деп айтып қойып, бір жылға бекітілген, министрліктен бекітілген репертуардан бөлек жасайып, мысалға. Мүмкін әлде бір ақшалар табады, бюджетті не болмаса театрда жүрген адамдар өздерінің бір ізденістер ретінде жасайды. Ондай қозғалыстар бар. Тіпті кейде белгілі бір шеңбердің, белгілі бір сызықтардың шекарасында үлкен спектакльдер де жасап жатыр. Екіншіден тәуелсіз театрлар пайда болды. Сіз айтқаннан 3-4 емес, ол одан да көп. Мен әлеуметтік желілерден қараймын. Бірақ театрларға баға беруде мен қашатыным, мен сұхбатта болмаса бір жылдық қорытынды ретінде шақырғанда мен мүмкіндігінше бармаймын, пікір білдірмеймін. Себебі театрларды көру керек. Біреу басқа қалада, сосын әр жақта оның бәрін репертуарларын көріп, олармен сөйлесіп, қарап барып пікір айтпасаңыз, ол өте қиын. Сондықтан бұл 3-4 бір әділетсіз пікір болуы мүмкін. Бірақ мен көріп жүргенім, тәуелсіз театр мен жеке театр дегенді екі бөліп қарау керек. Тәуелсіз театр деген ұғым, ол концептуалды бөлік. Жеке ол мемлекет театрдан жеке. Қазір сол соңғы қозғалыстар бір жақтан театрды бір трендке айналдырды. Театр құру қазір өте оңай. Мүмкін мен білмеймін, олар бір қоғамдық қор ретінде, заңдық құжат ретінде қалай тіркеп жасап жатқанын. Бірақ қазір әлеуметтік желіде бір парақшаны ашсаңыз, сіз театрсыз. Оның белгілі ресурстары жоқ. Көбінесе мен қарап жүргенім сол оқу орнын бітіріп жатқан группаластар, белгілі топ, әлде студент немесе енді бітіріп жатыр. Олар жиналады да өздерінің негізгі жұмыстарынан бөлек бір театрды атын қояды, әлеуметтік желіні ашады, бір спектакльді дайындайды, өздері тұратын қалада белгілі бір локацияларда қояды, сосын басқа қалаларға гастрольге барады. Ол театрларды мен білмеймін. Оларда жалпы концептуалды стратегия бар ма? Қалай дамып келе жатыр? Білмеймін. Мүмкін уақыт өткенде олардың көп жоғалуы мүмкін. Жаңасы пайда болуы мүмкін. Ол театрдың дамуына кері әсер етпейді, меніңше, қозғалыс. Сондықтан оларға жалпы тұтастай баға беру қиын. Ал өзінің концепциясы бар, тұрақты стратегиясы бар, белгілі бір тұрақты ресурстарға талпынып жатқан тәуелсіз театрлар көп емес. Бұрын тәуелсіз театр десе, бәрімізде ассоциация орыс тілді театрлармен пайда болатын. Қазір қазақша театрлар бар және көбейіп жатыр. Деңгейлерде, бағыттары да, қозғалып жатқан тақырыптары да әртүрлі. Оның ішінде жеке театр деп айтып жатқаным, оны коммерция ретінде қарастырып жатқан да өте көп. Киноның актерлары, болмаса театрда танымал актерлар өзіне жеке театр ашып, белгілі бір трендтегі тақырыптарды алып қояды да, көптеген қалаларға гастроль жасай бастайды. Ол да бір жағынан меніңше театрдың қозғалысына, дамуына оң жағынан ықпалы бар. Адамдар соның бәрін көре-көре бір кезде талғам пайда болады. Кейін енді экономика тілімен айтсақ, бұл нарық деп қарауға болады ғой. Яғни нарықта егер де жаңа өнім, жаңа қызмет пайда болса, яғни оған сұраныс бар деген сөз. Яғни қоғамдағы тәуелсіз театрларына, жеке театрларына деген сұраныстың пайда болуы бұл немен байланысты деп ойлайсыз? Менде осындай бір сезіну бар. Жалпы қоғамның бүкіл осы құрсаудан шыққысы келетін сияқты. Біз әдетте қоғамды, адамдарды бір тұрмыстық, экономикалық жағдаймен өлшейтін сияқтымыз. Сол болып жатыр ма, жоқ па деп. Бірақ адам бір эстетикалық та болмыс қой, рухани да болмыс. Оны да іздейді. Тек қана бір тұрмыстық жағдайды жасайтын ғана тіршілік емес. Оған да сұраныс бар, оған да бұлқыныс бар. Сондықтан да осы театрдан да іздеп жатқан сияқты. Меніңше осы Қазақстан театрларының жағдайын өте жақсы сипаттайтын нәрсе. Мүмкін адамдарға ондай көрінбеуі мүмкін. Меніңше сондай бір мемлекет театрға бардым, премьераға шақырған. Өте жақсы ұйымдастырды. Көптеген блогерлер келді, өнердің саласында жүрген жұлдыздар барды, көрермен бар. Бір шетелдік комедияны қойған. Соның арасына бір сөзді қосты. Біздің депутаттар ұйықтап отырады деген. Менің айналамдағы адамдар, танымал адамдар да бар, жай көрермендер бәрі қалай айтты. Осы сөзді қарап түсіңіз, адамдар мемлекет театрдан мүлде сынды күтпейтінін. Депутаттардың ұйықтап отыратынын біз күнде көреміз, және әлеуметтік желіде күнде жазылады. Ол ашық нәрсе, бірақ театрдан сол күнде естіп жүрген нәрсенің естілгеніне адамдардың таңғалған реакциясы мен өзімді таңғалдым. Сосын ойландым, неге соншалықты әсер етті? Яғни көрермен түсінбеуі мүмкін,
адамдар өздері байқамауы мүмкін, бірақ театрға деген көзқарастарын ашып көрсетеді бұл. Сондықтан мемлекеттік театрлардан олар ондайды күтпейтін еді. Өте қарапайым нәрсе болса да. Егер ашық бір саяси әлеуметтік сын тақырып мемлекет театрда болса, ол бір білмеймін, бум болуы мүмкін адамдар үшін. Сонымен де театрдың жағдайын қарай беріңіз. Ол алыс емес, бірнеше жыл бұрын ғана, 2 жыл ба 3 жыл бұрын ғана болған оқиға мен көргенмін. Қоғамдық сұраныс жайында сіздің театрға келетін көрермендер кімдер? Осы уақыттың ішінде өзіңіздің көрермендеріңіз қалыптасты ма, және оларды қалай сипаттар едіңіз? Біздің көрермен өте әртүрлі. Көрермен қалыптасты деген сөзді мен онша қабылдамаймын. Кез келген шығармашылықта, менше өмірде, көзқараста бәрі процесс үздіксіз. Көрермен де сондай, менше өзгеріп, жаңарып, талып отырады. Белгілі бір көрермен қалыптасты деп айта алмаймын, ол менше мүмкін емес. Біздің көрермен өте әртүрлі. Біреулер бұрын бір көрген, қалған спектакльдерді көруге келеді арнайы, тұрақты түрде. Және кейбір спектакльдерді 2 рет, 3 рет көретін көрермендер бар келіп. Сонымен бірге кездейсоқ таныстарынан естіп қалған, әлеуметтік желіден көріп қалып келетін адамдар да көп. Біреулер әншейін бүгін бір жаққа барайыншы деп келіп жатып, біреулер сипаттамасын көріп, мындай театр бар екен деп келеді. Кейбіреулер таныстарының ұсынуымен келеді. Бір кабинетте театр болады екен, және ол басқаша екен деген. Біздің түсінігімізде сол, театрлар бір өте үлкен зал, өзінің түсінігі бар, бір иерархиясы бар, сахна биік, көрермендер мына жақта, спектакль басталғанда шымылдық ашылады, спектакль біткенде шымылдық жабылады. Яғни нақты конвенция бар, байланыстың шарттары бар. Сіз ана жаққа өтпейсіз. Актерларды, шығармашылық топты құттықтауға адамдарда мүмкіндік жоқ. Тек қана таныстар болса, мүмкіндік болса ғана сіз спектакльден шымылдықтың артына кіре аласыз. Тіпті мен кейде байқаймын, актерлар кіріп шығатын қызметтік есіктен кейбір сыйлайтын көрермендер күтіп жүреді. Тілдесіп қалуға, фотоға түсуге, былай қараған кезде. Бізде бәрі керісінше, жалпы театрдың құрылымында да, шығармашылық процесте де, көрерменде ешқандай иерархия жоқ. Және біз жаңа конвенция ретінде көрерменге әр спектакльмен белгілі бір көзқарасты таңбаймыз, ұсынбаймыз. Кім өзі қандай контекстпен келеді, қандай бэкграунды бар, осы спектакльден нені көргісі келеді, соған мүмкіндік бар. Бір бұзылған тағы да бір стереотип театр жайлы, ол театрдан кейінгі актерларменен аудиторияның жаңағы дискуссиясы. Сіздер оны үнемі ұйымдастырып жүресіздер. Қойылымнан кейінгі бұндай дискуссияның мақсаты не? Қандай реакцияны байқайсыз аудитория тарапынан? Өзіңізге бір ең қатты әсер еткен осындай реакция жайын айтып бересіз бе? Спектакльден кейін талқылауларды сирек жасайтын едік. Жаңа жылдан кейін осы күнде әр спектакльден кейін тұрақты жасап жүрмін. Өзім ұйымдастырамын, модератор боламын, және тек актерлармен емес, жиі тәуелсіз эксперттер шақыруға тырысамын спектакльдің тақырыбына, мазмұнына қарай. Өзіңіз де болдыңыз ол жақта. Қызығы ол талқылауларға мен театрдың мамандарын емес, театр зерттеушілерді емес, көбінесе әлеуметтік ғылымдардағы мамандарды, әлеуметтанушылар, психологтар, саясаттанушылар, антропологтар, сондай мамандарды шақыруға тырысамын. Бұл бір жағынан спектакльді, яғни театрға деген түсінікті басқа қырынан қарауға. Тек қана театрдың спектакльдің эстетикасын айтуға емес. Мысалға көрермендер басында бәрі осылай сұрайтын. Актердан, мысалы, режиссердан, мына жерде сіз не айтайын дедіңіз. Сол кезде актерлар жауапты көбінесе маған қарай сілтейді. Театрдың концепциясынан бастап айтам. Сіз нені түсінгіңіз келеді, өзіңіздің құқыңыз бар. Бұл сұраққа қанағаттанбай қалатын сияқты адамдар. Адамдар қанағаттанбайды. Керісінше біз соны талқылайық. Сіз нені көрдіңіз? Мен айтатын көбінесе Ролан Барттың концептіне байланысты, автордың өлімі деген. Кейде ойлаймын, көрермен өзінің құқынан да айырылып қалған сияқты. Ылғи да біреуге түсіндіріп беруін, болмаса соның айтайын деген бір малдануға жақын сияқтыды. Әрине барлық көрермен емес, өздерінің көзқарасын бірден алып бара-бара үйренді көрермендер. Сөйтіп спектакльдер өздері расшифровка жасап талқылайтын бастады. Мен мынадан былай көріп тұрмын, мысалы актер былай жүргенде осы мағынаны берді деп айтады. Екіншісі біреу шығады, мен мына жағын көрдім. Кейде мен байқаймын, актерлар, режиссерлар өздері байқамаған нәрсені байқайды. Бұл Ролан Барттың концептінен келеді. Көркем шығарма автордың қолынан кеткеннен кейін болды, автор өлді. Әр оқырман көрермен нені көргісі келеді, оған байланысты. Және Ролан Бартта айтыла бермейтін бір нәрсені қосымша айтып жүремін, ол өте маңызды. Психоаналитикаға келгеннен кейін бұл көзқарастар дамыды ғой. Актер болсын, драматург болсын, режиссер болсын, спектакль жасаған кезде саналы түрде жасайтын нәрсесі бар, және бейсаналы түрде, түп санадағы. Оны өзі де байқамауы мүмкін. Оны көрермен сезініп, бейсаналы түрде алып шығуы мүмкін. Талқылаулар сонымен де маңызды. Мені таңғалдырған нәрселер болды. Қоғамдық бір нарративті байқауға бағытталады. Мен байқаған көбінесе енді бізде әлеуметтік тақырыптар қозғалғаннан кейін сыни пайымдар пайда болады, дискурстар, пікірлер екіге бөлінеді. Көбінесе мен байқаған көрермен, тіпті біздің спектакль жасап жатқан шығармашылық топтың өзінің көбісі кінәні өздеріне артуға бейім екен. Бәрін құтқаратын махаббат, бізде махаббат болсын. Болмаса біз қос кеудеміз.
мен осы қос кеудеміз дегенді көп естідім, және кейде ептеп қарсы сұрақты қойып байқап жүрмін, ол қайдан тарап жатқанын. Қос кеуде деген, яғни спектакльде көрініп тұрған және ашық көрініп тұрған мемлекеттік институттар жасауға тиісті нәрсені біз ол жақтан қарамаймыз. Біз өзімізден, бәрі өзімізден. Менің түсінігімде бәрімізде махаббат бар. Бәріміз қос кеуде емеспіз. Егер сол адамға сіз өзіңіз қос кеудесіз бе, сізде махаббат жоқ па деп сұрасаңыз, ол келіспейтін еді. Бірақ жалпылама өзін ала отырып қоғамды кінәлауға өте бейім. Бір victim blaming. Иә, сол тұрғыда мен көбінесе дискурс жасайтын болдым. Мені қатты таңғалдырған сол. Үнемі айтатыным, біз бәріміз адам ретінде бір-бірімізден артық кем емеспіз. Және бәрімізде қос кеуде емеспіз. Бәрімізде махаббат бар. Бәрімізде белгілі потенциал бар. Бірақ осындай қоғамдық біз талқылап отқан нәрселер қалай болу керек еді негізі деген сұрақты өздеріне кері тастаймын, дискурсты кішкене бұрамын. Иә, бұл анау жаңағы әр адам өзінен бастау керек деген тағы бір нарратив бар ғой. Иә, екі сиырды ал деп мысалдар болып жатыр ғой. Мен білмеймін қандай келісімдер бар екенін, белгілі бір арнайы мемлекеттік пропагандадан бөлек қазір бар ғой енді блогерлер, коучтар, әртүрлі кітаптар жазады. Солар қатты әсер етіп отқан сияқты, мысалы қос кеуде дегенге байланысты. Бәрін өзіңнен баста, сен қос кеудесің, сенің өмірің мағынасы жоқ, бір нәрсе. Мен түсінігімде бір адам қос кеуде болса, ода махаббат болмаса, оның әлеуметтік және бір жеке интеллектуалдық деңгейі шын мәнінде төмен болса, тек қана оның кінәсі ма? Мемлекеттік институттар соған жұмыс істей алды ма, мысалы, білім саласын айтсақ. Мектепте сізге сол білімді бере алды ма? Қазақстанда бүкіл балаларға тең құқықты мүмкіндік жасалды ма? Білімнің сапасы бар ма? Тіпті университетке келгенде бір ғана осы білім саласын алсақ. Егер сізде осы мүмкіндіктер болмаса, яғни сізге қос кеуде болуыңызға кім әсер етіп жатыр? Сіздің болмысыңыз ғана ма? Меніңше адамның болмысы бәрібірдей туғаннан. Оны бір қоғамдық, ашық айтқанда мемлекеттік институттардың әсері бар. Біз керісінше назарды жалпы адамдарға осыдан бұрып барлық проблеманы өзіне салып қоямыз. Театрдың өзінде қарасаңыз, бұл бір әлеуметтанудың зерттеуі емес, театрдан кейінгі талқылауды байқайсыз. Мысалға бір көрерменді айтайын, ол бұрын барлық спектакльдерді көріпті біздің. Инстаграмнан көрген, осы спектакльден талқылау болады, эксперт болады деген. Сосын қайта келіпті. Спектакль ғана емес, театр туралы қайтадан жаңа таным пайда болды. Сосын қалған спектакльдердің бәріне келді. Сосын айтқаннан кейін мен айтым, жарайды, қалған екі спектакльге сіз қонақ ретінде келіңіз, билет алмай-ақ. Көрдіңіз бе, бұл мен түсіндім, көзім жетіп жатыр. Талқылаудан кейін адамдарда театрға өнер ретінде дискурс пайда болады, талғам пайда болады, түсіне бастайды. Көрдіңіз бе, бұл тек қана спектакльді талқыламаймыз. Ода қозғап отқан тақырыптар арқылы өте кең. Жалпы қоғамды, саясатты, геосаясатты, отарлау тарихымызды, деколонизацияның аспектілерін өте көп нәрсені талқылаймыз. Себебі біздің эксперттерден, біздің тарабымыздан бөлек көрермендер айтып отырмыз, әртүрлі зерттеушілер де келеді, оның ішінде экономист те керек, басқа саладан келеді, мүлде саясатпен де, өнермен де қатысы жоқ көрермен де келеді, психологтар да келеді. Аудиторияның өзі бірнешеге бөлініп дискурс туғызады. Өзіме бір қызық болған талқылау, ол әйел теңдігі, әйел құқығына байланысты қойылым бар, осы спектакль бар. Ескерткіш деп аталып, ол жақта драматург ер адам, режиссер ер адам, өзі режиссер, өзі актер. Актер де ер адам. Иә. Спектакльдің болған дискуссияда мен жаңа өзімде қатыстым, осында өзім ер адам болғандықтан және өте бір консервативті ортадан шыққаннан кейін маған бұл тақырыптың қоғамдағы туғызатын резонансы өте қызық. Өйткені қазір байқаймын, әлі күнге дейін бізде сол бұрынғы патриархал нормалар өзінің күшін жойған жоқ, бірақ дегенмен де қозғалыс бар. Әйел мен ердің рөлін қайта қарау деген секілді процестерді байқап жүрмін. Жалпы өзіңіз не байқадыңыз, осы тақырыпты көтергеннен кейін, осы тақырыпты алып шыққан жаңағы актер мен режиссер қоғамдағы өзгерістер жайында бір қандай да бір қорытындылар алып келді ма? Шығармашылық ракурстан бастайын. Театрдың концепциясында немесе мен шығармашылыққа деген жеке өзімнің көзқарасымда мынандай нәрсе бар. Театрдың 2000 жылдықтай мөлшерде тарихы бар, сол 1000 жылдықтарда қалыптасқан белгілі канондар бар. Бірақ менің түсінігімде бұл өнердің ішіндегі колонизация сияқты. Ол белгілі бір деңгейге қамайды. Менде үнемі сұрақтар болады, мысалға осы теориялардың біразы Еуропадан, батыс Еуропадан. Ол біздің қоғамды, біздің тарихты, біздің контексті қаншалықты аша алады, қаншалықты келеді, ол да сұрақ. Және ол концепттерді алып, біз сол өлшеммен жасаймыз және сол өлшеммен сынаймыз, сол өлшеммен бағалаймыз. Ол қаншалықты бір әділетті нәрсе. Менің түсінігімде ол өнердің ішіндегі колонизация. Саясаттан бөлек айтқанда. Сондықтан мен жалпы спектакльдер, болмаса өнер жасаудағы көзқарасым соған байланысты. Оны білу керек, және одан қашу керек. Бұл спектакльдің пайда болуы осыған байланысты. Арткөше театрға қайта оралайық. Театр тек қана бір репертуарға спектакльдер жасайтын театр емес. Ол басынан концепцияны құрғанда менде бір лаборатория ретінде қарастырдым. Осы ескерткіштің драматург мен режиссер да осы курстан, алқа жобасынан шыққан адамдар. Басынан курсқа келгенде драматургтар андай стереотип түрде көбісі идеяларда келеді.
қоғамды суреттейін, мынандай бір тақырып бар еді деген. Себебі бәрі келген кезде құр жаяу адамдар емес, белгілі интеллекттері бар, қоғамдық тәжірибелері бар адамдар. Осы спектакльдің драматургіні қазіргі кезде осындай дискурста жүр, сіз айтқандай. Қоғамда әйел мен еркектің орны қандай, құқық ретінде, болмысы ретінде, және біз қандай қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Егер сол стереотиптер кішкене бұзылып келсе, қандай пікірлерге тап боласың, кедергілерге тап боласың. Сондай дискурста жүр екен өзі. Драматург ретінде, автор ретінде сен өзің туралы жазсаң, өзің дискурсыңды алға шығарсаң, және осы қоғамда тура сен сияқты қаншалықты адам бар. Қоғамнан бөлек дискурс сенде жүрмейді. Сондықтан да өзі туралы жазған әлдеқайда. Сондықтан мен драматургкада режиссерға айтқан нәрсем басында осы тақырыпты алғаннан кейін, егер бұл спектакль қашан өз деңгейінде болады, сендер осы тақырыптан трансформациядан өтсеңдер. Егер ол болмаса, сыртынан сипаттасаңдар, спектакльде проблема болады. Жаны да болмайды, және шынайы да емес. Мен білмеймін, драматург пен режиссер, яғни актер мен режиссер бір адам ғой. Олар осы орта жастағы, осы дискурста өмір сүріп жатқан ер адам ретінде трансформациядан өтті ма? Және сол дискурсы қалай дамып жатыр? Енді екі өмірінде білмеймін, әрине оған мен құқым жоқ. Бұл сұрақты залдан бір адам қойған кезде жаңа актер жігіт, бұл сұраққа әйелдер ме жауап берсін деп. Бұл да бір жақтан орынды сияқты. Олар айтсын бізді қалай болды қанды. Екіншіден біз сұрай алмаймыз ғой. Ол да бір тығырықтан шығып кетудің тәсілі сияқты. Бірақ мен түсінгенім белгілі бір деңгейде әсері болды. Себебі алқа жобасында біз тек қана драматургияны, режиссураны, яғни театрдың өзінің бір құрылымдарын, кілттерін оқытқан жоқпыз. Сонымен бірге бізде әлеуметтік ғылымның эксперттерін шақырып тренинг жасадық, диалог жасадық. Жобадан кейін маған біз рефлексия жазғанбыз қатысушылардан. Маған әсер еткені тыңдаған кезде көбінесе оларда екі жақтылық болған. Біреуі театрға деген түсініктері, одан да маңызды бірінші айтатыны жеке өмірлерінде өзгеріс болды. Жеке өмірлерін бір құндылық ретінде, көзқарас ретінде қайта қарай бастаған. Менің ойымша бұл маңызды, және бұл жобаның да негізгі мақсаты сол еді. Әңгімеміздің басындағы неге қайта келейін, қорытып. Жеке адамның құндылығы өмір жасауда, шығармашылық жасауда өте маңызды. Бұл өмірдің философиясына, сіз өмір сүріп жатқан уақыт пен кеңістіктің конфликттеріне қандай құндылықпен қарайсыз, сондай затты өндіресіз, сондай дискурсты жасайсыз, сондай бағытта жүресіз. Сондықтан театр қоғамнан, әлеуметтік ғылымдардан, философиядан бөлек зат емес. Ол өте концептуалды нәрсе. Актер сахнаға қалай шығады, диалогты қалай жазам, болмаса актер мен режиссер қалай жұмыс істеймін, сахнаның суретші ретінде қалай, тек соны ғана білгеннен бір керемет өнерді жасамайсыз, және одан ары да бармайсыз. Ол бір тар шеңбер сияқты. Ол одан дамымайды. Ол тура сіз егер соны үйреніп жасаңыз, жаңағы айтып отырған колонизацияның ішінде боласыз. Әлде бір кітаптан, әлде бір сіздің ағайыңыз, апайыңыздан естіген затты біліп аласыз. Актер былай жұмыс істейді, театр былай жұмыс істейді. Яғни сізде уақыт пен кеңістікпен дискурс пайда болмайды. Сондықтан бұл өте маңызды. Яғни бір дайын жауаптармен емес, бір сұрақпен келу керек дейсіз ғой, бұл. Әрине. Сондықтан да бұл үздіксіз процесс. Бір жақтан колонизация дегенде қалай? Теориялар жақсы, екінші жағынан қарағанда ол бір интеллектуал ойын сияқты. Сіз ойындардың ішіне түсіп кетесіз. Онан да оны пайдалана отырып, өз-өзіңізбен, өз уақытыңызбен, өз қоғамыңызбен үнемі дискурсқа түсе алу керек. Драматургияда бір маңызды ұғым бар, конфликт деген. Көбісі осылай түсінеді, конфликт деген пьесадағы, болмаса спектакльде екі кейіпкердің арасындағы конфликт деп. Шын мәнінде автордың өз-өзімен және уақытпен, қоғаммен конфликт. Егер осы конфликт болмаса, оның бәрі шартты ойын сияқты ғана. Арт көшенің осы 3 жылдық тарихы негізінде тәуелсіз театрды дамыту бойынша қандай да бір қорытындыға келдіңіз, өзіңіз үшін не түйдіңіз? Үлкен эксперимент болды дедіңіз ғой, басынан бастап осы уақытқа дейін енді театрдың аты қалыптасты, қойылымдары бар, орналасқан жері бар. Негізгі өзіңіз үшін түйген нәрселер не? Театр дамып келе жатыр. Арт көшенің тұрғысынан айтсақ, процесс тоқтаған жоқ. Байқамаған, білмейтін көп нәрселерді байқап отырмыз. Және тұрақты бір стратегиялар бар. Ол қаншалықты өзгереді, мен білмеймін. Біз оны байлап сонымен жүреміз деген нақты шарт жоқ. Бірақ бағдар ретінде белгілі бір стратегия, жоспар бар. Бұл да бір болмыс сияқты, адам өзін танып білмейді ғой басынан. Сол сияқты театрда бір тірі организм. Біз алға жылжи береміз. Кедергілер де бар, қиыншылықтар да бар. Ол ресурсқа байланысты. Жалпы әлемдік практикада мен қарап түсінгенім, театр бір коммерциялық, өзін керемет асырай қоятын дүние емес. Әсіресе біздің бағыттағы театр. Сондықтан көптеген елдердің, әсіресе театры дамыған, демократиялық жүйесі дамыған елдерді қарасаңыз, осындай театрларға көмектесетін қорлар бар тәуелсіз. Тіпті мен Германияда байқаған министрліктің өзінен тәуелсіз театрларға өте үлкен қаражат бөлінеді екен. Бірақ мен сол ассоциацияның президентімен сөйлескенмін. Одан түсінгенім, олар бюджет қаражат бергеннен кейін
нақты бір шартты қоймайды. Ол бюджеттің негізгі қаражаттың көмектің мақсаты оны дамыту, ізденістерді әкелу. Яғни олардың дамып жатқанының белгілі бір механизмдері бар, қиыншылықтарынан бөлек. Бізде сол нәрсе қарастырылмаған. Мүмкін соңғы жылдарда ғана осы жеке тәуелсіз театрлар көбейгеннен кейін, білмеймін, егер министрлік тұрғысынан қарастырса, бұл мүмкін. Әзірге мен Қазақстанның ішінде белгілі бір тәуелсіз қорларды көріп тұрған жоқпын. Шетелдік қорлар ғана, Шетелдік қорлар ғана береді. Онда да олар театрға бағытталмаған, белгілі тақырыптарға бағытталған. Біз сол арқылы алып жүрміз. Және бизнесі, кәсіпкерлікте театрды қолдау әлі бір үрдіске айналмаған. Ондай түсініктер де өте аз. Театр саласын қолдайтын. Оған біздің қоғамның театрға деген, өнерге деген кейбір стереотиптік көзқарасының да әсері бар сияқты. Көптеген бізде кәсіпкерлер, меценаттар спортты, діни шараларды көбірек қолдайды қазақ тілді орта. Театрға кішкене мүмкін әлі біз олармен диалогқа бара алмай жатқан шығармыз. Бұл әлі бір ізденіс үстіндегі нәрсе. Кедергілер сол, нақты бір жабайын, құрайын, жояйын деп тұрған жоқ, бірақ елдің жағдайын білесіз, белгілі бір шеңберде абайлап жүреміз. Біздің басты мақсат театрды бәрібір өнер ретінде сақтап қалу, өзінің тілі арқылы айтатын нәрсені. Біз ашық бір процессіз қарсылық жасайтын немесе айғайлап шығатын, плакат көтеретін ойда емеспіз. Өз табиғатымен, өзінің болмысымен, театрдың өзінің тілімен жұмыс істеп жатырмыз. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Бізбен бірге болған Әнназ Бағдат. Келесі шығарылымдарда кездескенше сау саламат болыңыздар.